Бірде үлкен жиында ер адамдар бас қосып отбасы мен әйелдер туралы әңгіме дүкен құрады. Сөз арасында тәкаппарлау көрінген бір жігіт: әйел деген аяқ киім сияқты ғой, өзіңе лайықтысын тапқанша ескісін тастап жаңасын ауыстыра бересің деп паңдана күледі. Отырғандар бұл сөзге таң қалып, сол жердегі дана қарияға, шейх Абдулғани Әлуартқа бұрылып: бұл сөзге сіз не дейсіз, расымен солай ма деп сұрайды. Қария жымиып сабырмен былай жауап беріпті: бауырымның айтқаны дұрыс, бірақ бір шарты бар. Бұл сөз тек өзін аяқ деп санайтын адамға ғана қатысты. Ал өзін бас деп білетін ер азамат үшін әйел оның басындағы алтын тәжі дейді. Неге жұбайымызды қадірлеуіміз керек? Бұл хикая бізге жұбайымыздың жай ғана адам емес, өміріміздің ең маңызды бөлшегі екенін ескертеді. Алланың аманаты. Ол жаратушы тарапынан ардақталған тұлға. Ол жер бетіндегі сансыз жанның ішінен өзіңіз таңдап алған өмірлік серігіңіз. Ол балаларыңыздың аяуланасы, тәрбиешісі, сенімді серік, сіздің ішкі сырыңызды сақтаушы, жеке өміріңіздің шырақшысы, берекеңіздің кілті. Ол жан тыныштығыңыз бен үйіңіздің берекесі. Ер адам өзін қалай бағаласа, жарына да солай қарайды. Егер сіз жарыңызды қадірлесеңіз, өз басыңыздағы алтын тәжді қадірлегеніңіз. Ал егер оны төмен санасаңыз, өзіңіздің де дәрежеңізді сол деңгейге түсіргеніңіз. Жұбайыңызды құрметтеңіз, өйткені ол сіздің әлеміңіздің көрікті болуының басты кепілі.